осы біріншіден осы директор мектеп басшысына алғыс білдіргім келеді. Осылай бізді шақырып патриоттық сабақтар өткізуге. Менің есімім Қайсар Мырзахметұлы, фамилиям Зейдалиев. Мынау сіз мектеп бірінші емес, енді бастайын, иә? Мына микрофонға кетесіз. Жоқ, очень правильно. Значит, енді бәрі оқылатын шығар. Мен оқымаймын, просто әр слайдта бір қызық бір нәрсе болса, мен тоқтаймын. Келістік па? Сіз ары қарай ете беріңіз. Тоқта дегенде мен айтамын, тоқтады. Осы 10 дейді ғой, 10 бойынша біздің инженер-сапер жасақ барған Иракқа. Жерде сол несі бар, 1483 қараған қабылды. Келесі слайд. Ары қарай. Примерно осындай нелер жарылмаған миналар, оқ дәрілер болған Иракта. Полностью Иракта шашылып жатқан. Келесі. Осы президент сөз бойынша парламент Иракқа жіберуге енді шешті. Сол шешім үшін Казбат инженерлік саперлік жасақ 29 адамды Иракқа жіберген. 2008 жылға дейін 10 ротация болған. Келесі слайд. Мына қандай іс-шаралар отрядта тұрған. Ол бірінші жердегі жарылмаған оқ дәрілерді іздеу, табу және таңбалау. Екінші іс жарылмаған снарядтарды жою. Үшінші сумен жабдықтау пункттеріне және суды тазарту арналған жабдықтар. Келесі слайд. Отрядның структурасы, басқармасы, инженер-саперлік группасы, сумен жабдықтау группасы, қамтамасыз ету группасы. Келесі. Инженерлік саперлік отряд дайындық Қазақстанда 3 ай дайындықта болған. Бізде не бар, полигоны бар. Арнайы соған арналған, сол жерде дайындық болған. Арнайы дайындық және тіл дайындық болған. Келесі слайд. Мына бізді казарма Ирактағы. Мына жататын бөлме, мынау кіреберіс, мынау келесі слайд. Мына осы жерде қалалар және ауылдар қай жерде біздің жасақ жұмыс істеді. Ең несі қауіпті осы жерде болған Эссуэра, значит, 200 шақырым Багдадтан. Неге ең қауіпті болған себебі сол жерде боевиктер көп болған. Сол жерде біздің бір бауырымыз 9 мамырда 2005 жылдық қайтыс болған. Ана осында самодельный дейді ғой, самодельный дейді, снарядтарды біздің базаға жіберген. Енді Аллаға шүкір, сол жіберген снарядтар бізге жеткен жоқ, келіп қалған жоқ. Мына жерде көрсетіп жатқан, мына жерде біз 9 ротация болған. Келесі слайд. Біздің тұрған жер провинция России, соның астанасы Алькут қалада болғанбыз біз. Келесі слайд. 2003-тен 2005-ге дейін
бізді басқарған бригада, Украина бригадасы болған. Мана біз Қазақстан көрдіңіз ба? Бүкіл бригада не болған? Украина и саперлар Қазақстан болған. 9 қаңтарда 2005 жылда Қайрат Құдабаев және өшерде көресіздер. Қайрат Құдабаев қайтыс болған. Мына жерде 8 адам әлі немен жүр. Денінде осколкілер жүр. Сол осколкілермен әлі өшерде өмір сүріп жүр. Мына жерде жарылған жерде Украинамен бірге осыдан не жасалған оқиға болған жерде осы монумент қойылған. Мына жерде жалпы 4 миллион астам жарылғыш затты біз неткенбіз, жарғанбыз. Судан қанша мына жерде 7 мың текше метр жуық аумақты қалдырды. Метр суя 4,5 шақырымға жоқ жарылған емес бөгеттер орнатылды. И астам 5 мың бейбіт тұрғынына медициналық көмек берілген. 2006-тан 2008-ге дейін уже көрдіңіз ба, мына жерде басқа Украина кетіп қалды. Бригада Польшамда болды, соның ішінде Румыния кірген, артқа қарай. Артқа. Румыния болған, Украина, Қазақстан, Латвия, Құрама Штаты, Американ, Сальвадор және Армения. Аны көрдіңіз ба? Артқа қарай. Саперлар мына жерде үшеу. Қазақстан, көрдіңіз ба? 3 точка. 3 точка деген ол сапер. 3 точка мына Армения, и мына Румыния болған. Румыния не 3 точка жоқ, потому что олар құрамы батальон болған. Бізде жасақ болса, оларда батальон болған. Мына 3 саперларда әрқайсысында өзі іс тапсырмалар болған. Біз мысалы армяндар мен Румыния олар мені сыздырған жоқ. Тек қана сонымен айналысқанбыз. Келесі слайд. Мына жерде біз оқытып жатырмыз. 500-ден астам миналарды тазарту және 20 далалық су мамандықтан оқыттық. Келесі слайд. Мына жерде көріп отырсыздар ғой. Сұрақ болса, мен дайын. Енді ағырайын. Мына жерде экспозиция тұр. Мына экспозиция былтыр, 29 мамырда әскери патриотиялық музейде мұрайда болған. Соны осы жерде сіздерге әкелгенбіз. Сразу әжібірейіне мынау. Бірінші слайд ол не туралы, Ирак туралы. Екінші слайд бұл мына жерде командирлер тұр, 10 командир. Мына жерде 9 қаңтарда болған оқиға, Қайрат Құдабаев қайтыс болған. Мына жердегі 5-7 адам әлі немен жүр, осколкімен. Мына слайдта инженер-саперлік жасақтың істері. Мына слайдта экспозицияда сумен жабдықтау тобының істері. Мына жерде қалай біз оқытып жатырмыз, Ирактың нелерді, солдаттарды. Мына жерде біздің медиктер көмек беріп жатқан тұрғыншылар. Мына жерде біздің ұлттық мейрамдарымызды өткізген. Ол Наурыз, ол 7 май. 7 май мысалы мына жерде целый парад болған. Біз осы адам болсақ та,
Сальвадормен бірге, олар деді 500 адамға бірге парад өткізгенбіз. Ешкімнен қалған жоқпыз. Өзіміздің бәрін несін көрсеттік. Өзіміз дайындықтан, өзіміздің дәстүріміз, өзіміз мейрамдарымызды көрсеткенбіз. Мен мына жерде Қазақстан бойынша 3 төрағалар. Алматы, Астана, Қапшағай, қазір Қонаев. Осы ана жерде енді қолына сыйғанша нені әкелгенбіз. Экспонаттар. Бір не құлап қалды.